екі қой өрісте жайылып жүріп, бір қолдан жасалған ойыншық қойдың қасқырдың басын тауып алады екі қой. Сөйтіп екеуі аң-таң болады. Бұны кім тастап кеткен деп. Содан екі қой өрістен қайтып келе жатып, жаңағы қасқырдың ойыншық басын алып, келе жатса алдарынан үйшік шығады. Екеуі аң-таң болады. Бұл қандай үйшік? Кімнің үйі екен деп аң-таң болады да, үйшікке кіріп көрмекші болады екеуі. Екі қой үйшікке кіріп көрсе, үйшіктің іші толған қасқырлар екен. Қасқырлар бұл екі қойды көріп мәз болады. О, біздің қарнымыз тоятын болды ғой, қарным ашып тұр еді дейді біріншісі екіншісіне. Қасқырлардың бәрі улап шулайды, жақсы болды, тоятын болдық деп. Ал екі қойдың зәресі ұшады. Қорқады, көп қасқырдың ортасына түсіп кеткеннен кейін қорқады. Сөйтеді де бірінші қой айтады: анда жатқан қасқырдың, кешегі жеген қасқырдың басын алып кеші дейді. Қасқырлар үндемей тұрып қалады. Сонда екінші қой барады, бағанағы ойыншық қасқырдың басын тауып алып еді ғой, соны барып алып келеді. Сөйтеді де біріншісіне береді. Сөйтіп екіншісі айтады: сен бұл қасқырдың басы, қасқырды жеп қойдың, сен тойдың, енді мен не жеймін, сен бұл қасқырдың басын жеп қойдың ғой, маған ештеңе қалмады, мен де қарным ашып тұр еді ғой, енді мен не жеймін дейді екінші қой айтады. Сонда бірінші қой жауап береді: ай, мынау тұрған қасқырлардың бәрі саған аз ба? Осы қасқырлардың ішіндегі ең семізін өзіне таңдап ал, соны жесең тоясың дейді. Бұның сөзін естіген қасқырлар қорқа бастайды екі қойдан. Бұлар қасқырдың басын ұстап алыпты, бізді де жеп қоям екен деп, екі қасқырлар бірінен бірі тұра қашады екі қойдан. Екі қой қасқырлардың қашып кеткендеріне мәз болып қуанып, сол үйді екі қой өздеріне үйшік қылып алады екен. Сол екі қой сол үйді өздеріне меншіктеп, жеке өздерінің үйі қылып алады. Міне көрдіңдер ме? Қойлардың тапқырлығының арқасында олар аман қалды, қасқырлардан. Көрдіңдер ме? Ертегі қызықты ма екен балалар? Иә. Негізі маған да қызыққан.